Hello everyone, сіздермен сымбат самат. Бүгін бізде ағылшын тілі пәнінен 2-ші тоқсандағы 1-ші БЖБ values бөліміне арналған. Бірінші тапсырма бізде listening. Listen to Jenny's letter and fill in the blanks with suitable words from the box as in the example. Jenny'дің хатын тыңдап, мына берілген сөздерді мәтінде тастап кеткен ашық жерлерге мағынасына сай қойып шығу керек. Бізде мәтін a letter to a friend, яғни досқа хат. Jenny'дің досына жазған хатын қазір тыңдаймыз. Және тыңдау барысында тапсырманы орындайтын боламыз. Dear Harry, hi, it's now 4 o'clock in the afternoon and I'm sitting in the living room writing this letter. It's a lovely day outside. The weather is great. The sun's shining and the birds are singing. My dog, Paddles, is sitting beside me and looking at me with her big brown eyes. The eyes are asking me for some food, but I'm not giving her anything because she's getting fat. I'm learning Spanish now at evening college. My Spanish is improving slowly. I like my teacher. She's doing an excellent job. I'm really enjoying my class. I hope you are well and happy, and that your family is also well. Please write to me soon. Bye for now, Jenny. Мінекей аудионы тыңдау барысында біз тапсырманы орындап, қалдырып кеткен сөздерді орындарына қойып шықтық. Келесі тапсырма speaking. Choose one picture you liked most and answer the question why is this picture special for you? Мына берілген 3 суреттің біреуін таңдап, және неге бұл сурет маған арналған деген сұраққа жауап беруіміз керек. Суреттерге назар аударатын болсақ, бірінші суретте 3 бала берілген, 2 қыз, 1 ұл, яғни достар болуы мүмкін. Немесе туысқан, әпке, сіңілі, іні деген сияқты болуы мүмкін. Бірақ көбінесе бұл жерде достық, friendship, friends деген сөзге сәйкес келетін сурет болып тұр. Екінші суретте шығармашылық, мысалы балет, немесе мына жерде би билеп жатқан, сазсырнай тартып жатқан адамның бейнесін көруге болады. Бұл жерде шығармашылық, өнер деген сөз сәйкес келіп тұр. Ал үшінші суретте бізде иттің және мысықтың суреті бар, яғни үй жануарларына сәйкес жауап беруіміз керек, үй жануарларына қатысты. Мен мысалы ретінде үшінші суретті таңдап, сұраққа жауап беретін боламын. I love pets very much because they are our best friends. They brings us joy and fun playing and spending time with us. I have a dog and cat. They are so cute. I love them. Мінекей мен өз мысалым бойынша жауап бердім. Сіз таңдаған суретіңіз бойынша мысалға қарап жауап берсеңіз болады. Видеоға лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.